Қазақстанның сот жүйесі де қоғам мен экономиканың барлық салаларындағыдай үлкен реформаларды өткеруде. Ал алқабилер соты бүгінгі соттың ең озық принциптері мен дәстүрлері ескерілген ерекше нұсқа. Соттың алқабилердің қатысуымен өткізілу институты елімізде 2007 жылдан бастап енгізілген. Қазіргі замандағы заңнамамен бекітілген алқабилердің қатысуымен істерді қарауды ата-баба дәстүрін жаңарту үрдісі деуге толықтай негіз бар. Еліміздің құқықтық жүйесінің қоғамдық мәртебесін нығайтып, халықтың соттарға деген сенімін арттыруда да алқабилер институтының маңызы айрықша. Алқабилер біздің салт дәстүрімізде болған атақты Қаздауыс Қазыбек, Төле би, Әйтеке билер ел ішінде орын алған дау-дамайлар, жер дауы, жесір дауы, ұрлық халықты, өлім жітімді осы алқабилер дегеніміз сол кезде ақсақалдардың қатысуымен сот шешімдерін шығарған, әділ сот шешімін шығарған. Ол кезде енді ешқандай билер үлкен лауазым иелері ретінде қаралмаса да халық сайлаған ол кезде. Халық сайлағасын халықтың жаңа адалдығын, халыққа берген адалдығы өздерінің сенімі бойынша дауларды шешіп отырған. Президенттің дәстүрлі жолдаудағы қоғамның соттарға деген сенімін орнықтыру басымдығы бар мақсатқа айналуы керек. Бұған мемлекет пен судьялар корпусының өз күштерін жұмылдыру арқасында ғана қол жеткізуге болады деген сөзі жалпы судьялар қауымына үлкен жауапкершілік жүктейді. Әділетті Қазақстан құрудың негізгі бағыты сот саласында болмақ. Мұқағали Сейітқазы, Мейіржан Мейрамұлы, Ұлытау телеарнасы.